Ассаламағалейкум ардақты ағайын, қадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері. Сіздердің назарларыңызда көкпардан жастар арасындағы 12-ші ел чемпионаты. Бұл чемпионат Ақтөбе қаласында жалауын желбіреткен болатын. 21 жасқа дейінгі жастар арасында мықты көкпаршылардың бағысын алған ойында бүгін тамашалайтын қос команданың жігіттерімен таныстыра кетейік. Әуелі сіздердің алдарыңызда Ақмола облысының Жеке Батыр көкпар командасы. Әлихан Қалыбаев, Жандос Телубай, Мирас Боранбаев, Мейірбек Бимағамбетов, Арман Абжанов, Байырлы Көпенов, Тілеужан Айтжанов, Абзал Ахмедия, Данияр Халиханов, Бөгенбай Бексұлтанов, Айтқазы Сағындықов және Найзабек Темірбек. Жалпы бұл команданың жетекшісі Ерғали Тоқабаев, Жеке Батырдың ерсектер арасындағы ойыншысы, ардагер ойыншы, командан жаттықтыратын Сәбитов мырза. Ал тиісінше Жеке Батырдың қарсыластары жергілікті команда, алаң иелері десек болады. Ақтөбе облысының Тайбурул көкпар командасы. Бұл команданы Бердіғали Жакишев бастап тұр. Қанат Тұрсынбаев, Шымболат Тұрдыбаев, Бағдаулет Сәдібеков, Төрехан Сарымсақов, Қуаныш Сәрсенбай, Серік Мырзашев, Алмазбек Кенегес, Сейділлә Дәулет, Әлшер Жақсыбай, Алшынбек Бектұрсынов, Оразбай Ойлыбайұлы есім жігіттері. Жалғайт Бақтияр Төлеев командаға жетекшілік етсе, Нұрлан Додай команданы жаттықтырады. Ал көкпар бәсекесін бүгінгі төрелік жасайтын ортадағы төреші Нұрхан Айтбаев, ұлттық дәрежедегі төреші және қапталдағы төрешілер Ақылбек Қымызбеков, Бақытжан Кенжебек және Ақылбек Меңдіғалиев. Ақтөбе облысының Тайбурул көкпар командасы мен Ақмола облысының Жеке Батыр көкпар командаларының арасындағы ойында өздеріңізбен бірге тамашалайтын комментаторларыңыз әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Сонымен төрешінің ысқырығын әдеттегідей жігіттердің бір-бірімен сәлем соғып сұрасып алуынан кейін, бір-біріне жолдаған жалынды сәлемдерінен кейін төрешінің ысқырығы бүгінгі ойынды бастайтын болады. Көкпар бәсекесінің ережесіне сай 2 таймнан тұрады. Бір ойын. Әр таймда 20 минуттан уақыт беріледі. Осы 20 минуттың ішінде қай команда көп салым салады, сол команда жеңімпаз атанады, түсінікті жағдай. Сонымен қатар әуелі төрешінің алғашқы ысқырығы естілгеннен кейін кіші шеңберге серке тасталады да, сол серкені көтеруге ұлттық спорт түрлері қауымдастығы мен спорт министрлігі дене шынықтыру және спорт істері комитетінің бекіткен ережесіне сай 1 минут уақыт беріледі. Міне қазір қос команданың арасындағы бәсеке басталды. Нұрхан Айтбаевтың алғашқы ысқырығы бүгінгі ойынның басталғанын көрсетті. Ақмола облысының Жеке Батыр көкпар командасы міне бастады алғашқы шабуылды, бірақ мәреден шығып кетті. Осындай тұста шіркін қазандық болса деп армандап отырған көрермендеріміз аз емес шығар. Жалпы екі команданың бір-бірімен күштері тең. Бұл жерде басымдық Ақмола облысы өз жерінде ойнап жатқаннан кейін ғана болып қалуы мүмкін. Әйтпесе қос команданың дайындығы да бұған дейінгі көрсеткен ойындарының да деңгейлері шамалас. Оның біз дәлелін көрдік. Ақмола облысы алғашқы минуттан ақ алғашқы шабуылды бастады, бірақ көкпаршының мәрені жаттай алмағандығы, яғни қай жерін тастау керек екенін білмей қалды. Міне бұл жерде де ақтөбеліктердің тарапынан дәл сондай қателікке бой алдырған сыңайлы. Нұрхан Айтбаевтың салым жоқ дейтін белгісі осыны білдіреді. Жалпы қазандықсыз ойналып жатқан бұл алғашқы турнирлердің бірі болғаннан кейін, яғни чемпионаттардың бірі болғаннан кейін
Бул жерде көкпарчы жигиттер абтен казандыкка үйрөнгөн, ону өздөрүңүз жакшы билесиздер. Сондуктан мәреге дөп түсүрө калуу, ягни серкенин аттын екпинин эсептөө кыйын болууда. Бирок дегенмен жигиттердин колу үйрөнүүгө тийиз да. Акмолалыктардын алаңында башталды, ягни акмолалыктардын алаңы деп отурганыбыз көкпардын эрежесине сайкес шеңбер сызылган убакта, ягни алаң сызылган убакта дәл как ортасынан бөлүнөт, бир тарапка жартысы берилет, экинчи тарапка жартысы берилет, эки тарапта да шеңбер бар және ортадагы шеңбер бар. Эгер салым болмай калган жагдайда, дәл казандыктын түбүндө болгон жагдайда серке, онда кай команданын мәресинин тусунда дәл ушундай жагдай орун алды. Сол команданын шеңберинде командалык айкас башталат. 1 минуттун ичинде серке жерден көтөрүлгөн жок. Жаңа гана айткан эрежемиз осет. Согон байланыштуу Нурхан Айтбаев азыр ортада жекпе-жек сайысын уюмдастырды. Бул жекпе-жекке өздөрүңүз көрүп отурсуздар. Жеке Батырдын атынан Алихан Калыбаев шыкса, Шымболат Турдубаев Ақтөбе облысына серкени калдырам деген ниетпен чыгып отур. Шымболаттын астындагы тулпары Мираж деген тулпар. Алпа жекпе-жекке арнайы дайындалган. Өтө мыкты тулпарлардын бири азыркы таңдагы көкпарчылардын, осы көкпар мамандарынын беретін бағасы зор, дәл осы Миражға. Міне қараңыздар, қалай септігін тигізді Шымболат Турдубаевтың серкені көтеруге. Серке әлде болса алаң ішінде. Міне ақтөбеліктер тағы да бір жерден көтерген көрдік тұсты. Бірақ ойын алаңының сыртына шығып кеткенін қапталдағы төрешілер бірден байқап, ортада қайтадан жекпе-жек сайысымен жалғауда. Нұрхан Айтбаевтың ысқырыға баста дейтін пәрменді беретін болады қазір. Екі команданың өкілдеріне тағы да Шымболат пен Алиханды көріп отырмыз. Қос команданың екі мықтысы. Бірінші жекпе-жекте де байқаған болатынбыз, ардақтағы ағайын. Мықты боп көзге түсіп тұрған палуан екеуінің арасынан көрінбейді. Екеуінің де деңгейлері, күштері мықты деген сөз. Дегенмен екі жекпе-жектің нәтижесінде де Шымболат Турдубаев серкені жерден көтерген жағдайға куә болдық. Ақмолалық балуан міне. Тамаша шабуыл. Бірақ жоқ, салымға саналмайды. Өте керемет шабуыл болған еді. Серкенің сәл ғана сирағы шығып өткен екен. Ережеге сай Нұрхан Айтбаев шешім қабылдады деген ойдамыз. Барлығы төрешіге түсінікті. Ойын басында түсіндіргеніміздей мінекей. Ақтөбеліктердің алаңында
құрылған шеңберде жалпы командалық тартыс басталды. Яғни бұрын салым салынғаннан кейін қазандықта кіші шеңберде басталса, бұл ойында да дәл солай. Салым салынса егер кіші шеңберде басталады. Ал егер салымның дәл түбінде бұрын қазандықтың маңайында болған кезде, онда ойын тоқтатылмайды. Ары қарай жалғаса береді. Қазір сәл ғана екпімен сала салуға болады, сәл ғана түрткімен. Сол үшін де ойын бірден тоқтатылып, шеңберге серке тасталып, сол жерден басталады. Міне ақтөбеліктер шабуылға бастады. Асықпай, аптықпай келе жатыр. Қараңыздаршы. Қазір салым салуға мүмкіндік бар сияқты. Және салым, ардақты ағайын. Серік Мырзашев салымның авторы. 1995 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары сүлік қара деп атаған екен. Ақтөбе облысының палуаны осылайша ойынның 8-ші минутында алғашқы есепті ашты. Ақтөбеліктер алда. Бұлай қарап тұрсақ, атқа жылдамдықты қосқан жоқ. Біреуді соғып қаққан жоқ. Ақырын келді де әдемі тактиканың нәтижесінде бір салымға қол жеткізген ақтөбеліктердің тамаша ойынын көрдік. Бұл жерде ақмолалық Жеке Батырдың жігіттері нақты бір шабуыл болады деп те ойламаған сыңайлы. Дегенмен тамаша. Әдемі салым, әдемі комбинация. Серке ойын алаңның сыртына шыққаннан кейін ортада жекпе-жек сайысымен жалғасады. Ары қарай бәсеке. Самат Көпбосын, Сапарбек Мансурбаев. Ортада жатқан Серкеге таласуда. Қараңыздар, қандай ойын. Міне, Бердіғали Жакишев пен Байырлы Көпеновтың арасындағы жекпе-жектің нәтижесін көрдіңіздер. Ақтөбеліктер жерден көтергенмен таласқа ақмолалықтар араласып, міне Мирас Боранбаев Серкені тақымға басып алған екен. Және міне шабуылға шықты. Екеуі ғана қалған сәт. Жоқ. Салым жоқ. Міне ақмолалықтардың тарапынан 3-1 осындай нәтижесіз аяқталған шабуылды көрдік. Төреші салымға санады. Мирас Боранбаев салымның авторы. 1999 жыл туған өте жас шабандоз. Астында тұлпарын Шантемес деп атаған. Ойынның 12-ші минутында осылайша салым салып, оның үстінен атты аяғымен жаншып басып қалды. Төрешінің шешімі ешқандай қарсылық танытылмаймыз. Ортадағы шеңберден жекпе-жек сайысымен бастайды. Жалпы Ақтөбенің Тайбұрыл Көкпар командасын жаттықтыратын Нұрлан Додай аударыспақтан Ақтөбе облысындағы тұңғыш спорт шебері. Көкпарда да осы Тайбұрылдың ересектер арасындағы командасының сапында өнер көрсетеді. Өте талантты спортшы.
Азыркы таңда аударыспақтан, жамбатудан, теңгелуден, көкпардан осындай жаш жеткіншектерді жаттықтырып жүрген жайы бар. Нәтижесі де жаман емес. Аударыспақтан жастар арасында өткен чемпионатта 5 салмақ дәрежесінің 4-еуінде осы Ақтөбенің жігіттері бірінші орынға қол жеткізді. Міне қазірде тамаша шабуылдарына кезек берілген сияқты, және салым ардақты ағай. Ақтөбеліктер алда. Алмазбек Кенегес 1998 жыл туған шабандоз. Қырғыз қасқа дейтін тұлпарының атын атапты. Ойынның 16 минут өткенде осылай тамаша салымды салды. Қараңыздаршы, мына аттың тұяғын оны теуіп өткен кезде алға жылжайтын бәрін есептеп үлгеріп Серкені жерге тастады. Нәтижесінде мәренің дәл ортасынан табылғанын көріп отырмыз. Серік Мырзашевтың тақымында Серке тағы да бір шабуыл ұйымдастырайын деп тұрған сияқты. Әуелгі салымын білесіздер, асықпай, аптықпай барып салған. Міне, қазірде дәл сондай нәтиже болатын сияқты. Жалғыз өзі шықты мәреге қарай. Тамаша, қорғанысты жабу керек қазір. Бірақ жігіттің ептілігі, аттың күштілігі қазір осы жерде көрінеді. Ту сыртынан айналып өтуге болады қалың доданың. Міне шықты қазір. Және төрешін күтейік. Салым ардақтар. Өте тамаша. Тағы да Серік Мырзашев 1995 жыл туған шабандоз. Сүлік қара дейтін тұлпары бар астында. Расымен де сүлік қара десе сүлік қара екен. Ойынның 17 минутынан асып 18 минутына тақаған уақытта тамаша салымға қол жеткізді. Құттықтаймыз. Енді 3-1 есебімен ақтөбеліктер алға шығып кетті. Ақмоланың жігіттерде қарақ қалмас сөзсіз. Сондықтан ойын енді қыза түседі ардақтаға. Міне ақтөбеліктердің бір тынысы ашылған сияқты. Тағы да Әлшер Жақсыбай қазір шабуылға шығып бара жатқан. Міне қараңыздаршы, қандай тамаша ойын көрсетуде. Міне аттың тізгінінде қалай отырады. Қабая әдемі шабуыл бастаған еді, бірақ қорғаныстың ортасында қалып қойды. Серік Мырзашев ойынға араласып қазір Серкенің тақымға басуға тырысуда. Және өзінің тақымына алды. Серіктің шабуылдары әдемі, нәтижесіз бітпейтін. Бірақ бұл жолы қалай болар екен? Бірге көреміз. Бірінші таймның аяқталуына уақыт аз қалды. Дегенмен шабуылдың нәтижесін тосатын шығар төрешілер. Міне дәл мәренің түбінде. Қараңыздаршы. Өз Серік Мырзашевтың шабуылдарының барлығы осылай ақырын жылжып барып, асықпай, аптықпай салуға бейім тұрады. Астындағы сүлік қарасы да соған дайындалғандай құдды. Асықпай жүріп шабуыл жасайды. Ұрымтал, оңтайлы сәтті күтеді. Міне көрдіңіздер ме? Ақмолалықтар да бұндай ойды жақсы түсініп қалған сияқты. Қорғанысқа қатты жылдамдықпен кіріспей, ақырындап мәренің тұсынан күтіп алуға бейім-ақ болып тұр. Бірақ ойынды тоқтатты, өйткені уақыт аяқталды. Есеп 3-1 Тайбурыл алда. Екінші кезеңнен қандай нәтиже болады? Бірге көреміз ағайын.
Арнамызға енді ғана қосылған көрермендеріміз болса, бұл жастар арасындағы 12-ші көкпардан Қазақстан чемпионаты екенін естеріңізге салайық. Ойын көрсетіп жатқан қос команда, бірі арқадан келген Ақмоланың Жеке Батыр командасы, екіншісі жергілікті Ақтөбе облысының Тайбұрыл көкпар командасы. Бұл бәсеке Ақтөбе қаласында болып жатыр. Міне, басталды. Алғашқы шабуылды ақтөбеліктер әдегеннен ақ екінші кезеңнің. Қазір мүмкіндік қой. Және тамаша салым. Мәренің қақ ортасында Шымболат Тұрдыбай. 1995 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары Мираж. Осы Ақтөбе облысының мақтанышы. Екінші кезеңнің алғашқы минутында керемет салымға қол жеткізді. Шымболат Тұрдыбай өте талантты, сауатты ойыншы. Қараңыздаршы, қалай атты тоқтата қалады. Салым салғандағы ептілігі барлығы да көрген көзге оттай басылып ақ тұр. Ақмолалықтар енді шабуылға шығу керек, әйтпесе ақтөбеліктердің қарқындары мықты. Ойын алаңның сыртында шығып кеткеннен кейін ортада жекпе-жек сайысымен жалғасатын болады ойын. Дәл ортасына таста деп белгі көрсетіп тұрған Нұрхан Айтбаевты көріп отырмыз. Сонымен жекпе-жекке кімдер шығады екен? Баста Бердіғали Жәкішев. Және Байырлы Көпенов. Қараңыздаршы, қалай шіркін-ай аттардың тұрысы. Иесімен қосарланып жұмыс жасауы, жекпе-жекте серкеге бір-бірін жақындатпай. Қарап отыра бересің, көз алмай. Міне, Байырлы Көпенов серкені тақымға басып алды. Ақмолалықтарға да осы керек еді өзі. Командалық әріптесіне ұзатқан тұста ақтөбеліктер әдемі кедергі жасады. Жалпы Ақтөбе облысында ұлттық спорттың базасы ерекше қалыптасқан. Мұндағы оқу құралдары, ұлттық спорттың мектебінің ғимаратының өзі, жабық манеждері, барлығы да ұлттық спортқа көңіл бөлінгеннің айқын көрінісін көрсетіп тұр. Ендігі нәрсе тек нәтиже көрсету. Шымболат Тұрдыбаев, қарап отырсыздар, қандай әдемі шабуыл жасауда. Міне, қаншама тақымда ұстап жүрді, алайда ойын алаңның сыртына шығып кеткенін көрдік. Ортада жекпе-жек сайысы. Нұрхан Айтбаев баста деп белгі берді. Бердіғали Жәкішев міне Байырлы Көпеновпен қайтадан айқасқа шықты. Байырлы Көпенов осының алдындағы бәсекеде жеңімпаз болған жекпе-жекте. Қазірде міне серкені бірінші жерден көтерген Жеке Батырдың ойыншысы. Тақымға басып үлгермеді. Алдына өңгеріп шеңбер сыртына шыққанын сол еді. Ақтөбеліктер жармаса кетті.
сыртта тұрған шабуылшылардың да негізгі міндеттері сол болатын. Қандай тартыс қараңыздар, көк бар деген бір құйын деп ата-бабаларымыз бекер айтпаса керек. Осындайға қарап айтқан ғой ағайын. Міне тартыс нағыз. Бердіғали Жакишевтің тақымында Серке жекпе-жектен жеңілгенімен салым салудан жеңілген жоқ. Бәрекелді. Бердіғали Жакишев ардақты ағайын. 1997 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпарын Аргон деп берген екен, бірақ дәл қазір Миражбен шығып жүргенін көріп отырмыз. 5-ші салымға қол жеткізді. Ақтөбеліктердің қоржынына 5-ші пайда алып келді. Ойынның 25-ші минутында, яғни екінші кезеңнің 5-ші минутында тамаша өнер көрсетуде ақтөбеліктер. Күтпеген жерден шабуыл жасауға ыңғай білдіреді. Өте тамаша. Ақмолалықтар 12-ші минутта салған бір салыммен әзірге тоқтап тұр. Шымболат Тұрдыбаев. Қайырлы Көпеновпен бақ сынауға ортаға шыққан. Міне. Серкен жерден көтерген Бердіғали Жакишевті көрдік. Енді тамаша арғай шабуылға ұластырып кету керек. Міне командалық әріптесіне ұзатып жатыр. Серік Мырзашевқа берді. Сүлік қарамен кетті Серік. Серік тағы бір шабуылды нәтижемен аяқтауға тырысады. Тақымына Серке түссе, ешкім жұлып ала алмайтындай өзім мығым жігіт. Шабуылға шықты. Ақырында баяңдап басып. Бірақ Нұрхан Айтбаевтың ысқырығы ойынның барысын тоқтатты. Ескерту бергенін көрдіңіздер. Серік ары қарай шабуыл жалғастыратын болады. Міне, қазір салым салуға мүмкіндік. Сәл ғана шыға кету керек. Ап, бәрекелді. Серік Мырзашев ардақты ағайын бұл салым. 1995 жыл туған шабандоз. Сүлік қара дейтін тұлпар. Ақтөбе облысына ойынның 28-ші минутында екінші кезеңнің бел ортасына тақаған тұста 6-шы салымды алып келді. Бәрекелді. Жарайсың Серік. Өте керемет салым болғанын көріп отырмыз. Жалпы көріп отырсыздар, қадірлі көрермендер, ақтөбеліктер өте сауатты өнер көрсетеді. Асықпайды, аптықпайды. Ақырында шабуыл жасағанның өзінде де бір байыппен, тисе терекке, тимесе бұтаққа деп мәрені көздеп жатқан ешкім жоқ. Нағыз салым боладау деген кезде ғана Серкені тастайды, тақымнан жібереді. Қазақтың 7 рет өлшіп 1 рет кес дегенін саналарını жақсылап сіңіргенсің айла. Бұл Бақтияр Төлеуов пен Нұрлан Дудайдың қойған әдемі тактикасының нәтижесі деп білеміз әрине. Себебі ойынға қарағанда кез келген спортшы үшін жаттығудың кезеңдері маңыздырақ.
Канчалыкты жаттыгууда кыйналсаң, сончалыкты оюн барысында жеңил болатыны өзүбүзгө белгиле. Сондуктан жаттыгууда терлеп жумуш істеген актөбеликтерди көрүп отурмуз. Серик Мырзашев чыккан экен сүлүк карасы менен ортага. Көпенов Байырлыда өтө тамаша өнөр көрсөтүүгө беймак жигит. Өздөрүңүз көрүп отурсуздар, расымен де жекпе-жек сайысында Байырла актөбеликтерге өтө жакшы карсылас. Дәл осы сөздү керісінше колдонсак да болатын шығар. Ақмола облысының Жеке Батыр Көкпар командасы Ерғали Тоқабаев алып келген осындай ел чемпионаттарының қалмауға тырысатын, әрдайым қатысып нәтижелі өнер көрсететін командалардың бірі. Қараңыздар, ақтөбеліктердің қандай тамаша тағы бір шабуыл ұйымдастырғанын. Бірақ олардың шабуылдарының қорғанысы қалай болу керек екенін ақмолалықтар да біліп алды. Ақмолалықтар бірақ шабуыл жасайын десе қорғаныстан қолы тимей жатыр қазір. Команданың атауына сәйкес Жеке Батыр деп жеке-жеке шығып шабуыл жасайтын жігіттер де табылмай жатыр қазір. Ақмолалықтардың тарапынан әзірге салым салдырмағандары қуантуда сияқты. Ортада жекпе-жек сайысы қайтадан орын алып жатыр. Байырлы Көпенов тағы да бұл жолы Серик Мырзашевқа жол берді. 7-ші нөмірдегі ақтөбелік ойыншы. Серик Мырзашев өзі шабуылды нәтижемен аяқтауға тырысатын палуан. Яғни асықпай жүріп байыппен шабуыл жасайды. Қараңыздар жүрісті. Әдемі шабуыл болған, бірақ Серке сәл ғана шіркінай шығып бітті ғой. Мәриден. Әйтпесе салым-ақ етті. Төреші үзілді кесілді. Шешім шығарды, салым болған жоқ деп. Біз де, көрермен де, ойыншылар да, жаттықтырушылар да барлығы көнуге тиісті. Себебі алыста отырған бізге қарағанда дәл мәренің түбіндегі төрешіге барлығы айқын көрінеді. Біз көкпаршылардың тарапынан да төрешіге наразы болған іс-қимылды көрген жоқпыз. Сондықтан бұл жай ғана сәйкестік емес, ардақты ағайын. Бір минуттың ішінде Серке жерден көтерілуге тиіс болған. Алайда 8 жігіт бір Серкені көтере алған жоқ. Бір-бірімен таласып. Ортада ары қарай жекпе-жек сайысы. Байырлы Көпенов пен Серик Мырзашев тағы да шықты. Серик Мырзашевтың тақымында кетті Серке. Серик өз қауіпті ойыншы ақмолалықтар үшін. Сондықтан өздеріңізді көріп отырсыздар, бір емес бірнеше ойыншы дәл осы Серикке жабылып жүр. Әрине ол заңдылық. Бердіғали Жәкішев дайындалып тұрған сияқты.
Иә, Бердіғали Жакишев пен Байырлы Көпенов. Қандай тамаша жекпе-жек. Міне, еңкейін, кезек-кезек еңкейіп, шіркіндер ай. Байырлы Көпеновтың бағы жанайын деп тұр. Серкені жерден көтеріп командалық әріптесіне ұзатып берген болатын. 4-ші нөмірдегі Мейірбек Бимағанбетов Серкеге қолын тигізіп қана үлгерді. Одан кейін таласқа түсіп, ойын алаңның сыртына шығып кеткенін көріп отырмыз. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Жалпы екінші кезеңнің аяқталуына да көп уақыт қалған жоқ. Сондықтан ақмолалықтарға бүгінгі ойын барысында жеңіске дейтін сенім уақыт өткен сайын сұйылып барады. Ақтөбеліктерде керісінше үміт сенімге жалғасып, нақты іс-қимыл жасауға, белді бекем болуға мүмкіндік беруде. Салым салынбаса да, өздері салмаса да, өзгеге салдырмауға тырысады. Ал ақмолалықтар барынша тәуекелге барып, өте жылдам қарқынмен шабуыл жасауға тиіс, әйтпесе қоржындары бос кетпейді. Әрине, бір салымдар бар дейсек те, ол аздық ететін. Бәріне мәлім. Міне, біздің сөзімізді естігендей шабуылға шықты. Бірақ жарты жолға келгенде Жеке Батырдың жігіттері Тайғұлға Серкені қайтарып берді. Міне, тамаша, дәл түбінде тұр ғой, тастау керек. Жоқ, ат тұяғының астында қалып қойғанын көрдіңіздер. Екі команда бір-біріне қайта-қайта шабуыл жасап, мәрелеріне Серкені дөп түсіре алмай жатыр. Төрешінің ысқырығы бүгінгі ойынның аяқталғанын көрсетті. Ақтөбеліктер 6-1 есебімен жеңіске жетіп отыр. Құттықтаймыз. Келесі ойында біз Алматы қаласы мен Батыс Қазақстан облыстарының жігіттерінің өнерін тамашалаймыз, ардақты ағайын. Бұл ұлттық спорт көкпар бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізген әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов пен Жарқын Барақбаев. Қазспорт телеарнасы әрдайым байрақты бәсекелерді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынуға дайын. Онда мақсат сіздермен жеңіске бірге жету. Аман сау болыңыздар ағайын.